Неге адам тамақ жегеннен кейін ұйықтағысы келеді? Әсіресе бос көмірсуы тағамды көп тұтынған кезде шаршап ұйықтағыңыз келгенін байқаған боларсыз. Біріншіден, ол инсулинге төзімділікке байланысты болып келеді. Егер адам бос көмірсуы тағамды көп қолданған кезінде қандағы қант деңгейі жоғарылайды. Оған сәйкес ұйқы безінен де инсулин көп өндіріліп шығады. Сонда қанда қанттың да инсулиннің де деңгейі жоғарылап артып кетеді. Ал нәтижесінде адам шаршап ұйықтағысы келеді. Енді адам неге шаршап ұйықтағысы келді? Оның бірнеше механизмдері бар. Біріншіден, парасимпатикалық нервтің активтенуі болып табылады. Парасимпатикалық жүйке жүйесі пассивті жұмыстарға, мәселен, демалу, ұйықтау және ас қорытуға жауап береді. Адам тамақ жегенде осы жүйке жүйесі активтеліп кетеді де, ал симпатикалық жүйке жүйесі керісінше тежеліп қалады. Ал бұл жүйке жүйесі енді ұйықтауға жауап беретіндіктен адамның ұйықтағысы келеді. Екіншіден, ми мен ас қорыту жүйесіне байланысты болады. Тамақтанғаннан кейін миға қан аз барады да, ал ас қорыту жүйесіне көбірек барады. Миға қан аз келгендіктен адамның ұйқысы келеді. Үшіншіден, гипоталамустың қозғыштығы төмендеп, адамның шаршауын тудырады.